Сәлем достар, бізден бәрін тап каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі бізде көретіндеріңіз 2014 жыл жарық көрген американдық фильм «Азбука смерти 2» фильмін бірге тамашалаймыз. Бұл фильмді 26 режиссердің қатысуымен түсірген. Фильм еркіндікті аңсаған әйел жайлы болмақ. Достар, сіздерге бір ескертерім, егер де дәл қазір тамақ ішіп отырған болсаңыз, онда бұл видеоны көруге кеңес бермеймін. Егер де 18 жасқа толмаған болсаңыз, онда көрмегеніңіз дұрыс. Фильм ерлі-зайыптылар тұратын үйден бастау алады. Тай есімді ер адам өзінің аяғы ауыр әйелін жалғыз тастап, бір себептермен бұл қаладан кетіп бара жатқанын айтады. Әйелі жалғыз қалудан қатты қорқатынын айтып, күйеуіне кетпеші деп жалынады. Алайда күйеуі оған баланың туу сәтін көру үшін міндетті түрде оралатынын айтты. Кетпес бұрын күйеуі әйеліне арнап банка толы шөп дәрілерді қалдырады. Осы дәрілерді ішсе, ол күйеуі келгенше қиналмай жүре алады. Тай оған дәрі-дәрмектің бірнеше жылға жететінін айтты да, әйелін жалғыз тастап кетіп қалды. Әйелі бірнеше жыл бойы шыдамдылық танытып, күйеуі келіп қалар деген үмітпен болды, және дәрілерді уақытылы қабылдап жүрді. Күйеуі оны тастап кеткеннен бері арада 13 жыл уақыт өтті. Дәрі-дәрмекке толы банка босап қалған. Үйдің ішінде құрт-құмырсқалар өріп жүр, айналаның бірі шашылып, астан-кестең болып жатыр. Ал әйелдің жатырындағы бала болса, кәдімгідей өсіп, жасөспірім жасқа жеткен. Тіпті анасымен сөйлесе алады. Нәтижесінде әйелдің іші үлкен болып, созылып кеткен. Ол тік тұрып жүре алмайды, тек қана сүйретіліп жүруден басқа амалы жоқ. Бір кезде ол сырттан шыққан дауысты естіп, сол жаққа қарай жылжиды. Келсе тұзаққа түсіп қалған мысық екен. Ол оны ұстап алып, сойып жей бастайды. Және ол туылмаған баласымен сөйлесіп отырып, баласы тек бір тамақ жей бергенінен, және онда жатып, іші пысып шаршағанын айтып, қашан босатасың деп сұрайды. Ал анасы болса, оны босанатын болса, тағы да жалғыз қалудан қорқады. Сосын баласына әкең жақын арада келеді, содан соң туылатын боласың деп айтады. Сол күні әйелдің іші қатты ауырады. Ол күйеуі қалдырып кеткен дәрі-дәрмекті ішпекші болды. Алайда банканың ішін қараса босап қалған екен. Анасының қиналып жатқан көрген бала мені шығар деп сұрайды. Ал әйел тағы да жалғыз қалудан қорқып, оны шығармайды. Содан соң іштегі бала өз-өзін өлтіреді. Ал әйел болса оның бөлшектерін жинап, сыртқа шығарып тастайды. Сосын ол барлығын жинап, өз-өзін ретке келтіре бастайды. Бір күн әйел таңғы ас дайындап тұрса, 13 жыл бойы күткен күйеуі келеді. Әйелі оны көріп, есін жинай алмай аң-таң болып қалады. Содан соң күйеуі әйелінен баланы не істедің деп барлығын сұрайды. Ал әйелі болса, болған жайттың барлығын айтып береді. Әйелі оны қатты сағынған және екінші рет балалы болуын қалайды. Ал ерлі-зайыптылар болса, бірден екіншісіне кірісіп кетеді. Достар, осымен фильм аяқталды. Егер ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.